кеш жарық құрметті тыңдаушыларым, бүгінгі күні бізді ал ертегі тыңдайық атты каналды ары қарай дамыту үшін мен сіздерге бүгінгі күні өнеге атты халық ертегісін оқып бергім келеді. Мен ойлаймын, сіздерге менің оқып жатқан ертегілерім қызықты, әрі пайдалы, әрі бүлдіршіндер тыңдап, ары қарай өздерінің ой өрістерін дамытып жатқан шығар деп. Сондықтан біз сіздермен осы канал әзірге жұмыс істеп тұрған уақытта барлығымыздың басымыз бірігіп, бір жұмылдырықтай жұмылып, барлығымыз осы ертегілер әлеміне сапар шегейік. Сіздер жүректеріңіздің лүпілін басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар. Егер пікірлеріңіз пайда болатын болса, пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Ал сәт сапар маған, сіздерге де сәт сапар. Бұрынғы заманда үлкен шаһар бар екен. Бұл шаһардың қаны болыпты. Ол күнде жаман киініп, жабайы кісі болып шаһарды, базарды аралап жүреді екен. Күндерде бір күн қан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп қан таң қалып, неше күндей мұны сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ерте де, кеште де бір қалыпты басына, аяғына бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында бір күні қан: «Сен не қылған адамсың?» деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп: «Мен ақыл сатушымын» дейді. «Олай болса, маған бір ақыл сатшы» дейді патша. Сонда ол адам: «Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын» дейді. Қан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы: «Не істесеңді ойлан, істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» дейді. Мұнан соң қан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге орамал дастарханға дейін жайып қояды. Күндерде бір күн қан шашын алғызатын болып, шаштараз алып кел деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып, ертең келіп қанның шашын ал деп бұйырады. Ерте шаштараз қанның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір: «Ей шаштараз, қанның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің?» дейді. Шаштараз: «Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жабай ұстарамен аламын да». «Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын?» дейді. Сонда уәзір: «Ей ақмақ, қанның шашын жабай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мына ұстарамен ал» деп қалтасынан шығарып бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып қанның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: «Не істесеңді ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың» деп әр жерге жазылған сөздерді көретті ішінен: «Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзім үйренген жаман ұстараммен ақ қанның шашын алайын» деп уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп қан ішінен: «Бұл ақмақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Оны менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін» деп шашын алғызып болған соң қан: «Дереу жендетті шақыр, мен бұл шаштараздың басын аламын» деп кісілерін әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей қайран қалып тұр еді. Жендет келген соң бейшара шаштараз қанның аяғына жығылып: «Ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмді айтып алыңыз» деген екен дейді. Қан: «Сен басыңды менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың басында. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жабай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы» дейді. Сонда шаштараз: «Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанында алдымнан бас уәзіріңіз шығып, қанның шашын алуға мына ұстара лайық деп алтын сапты ұстараны беріп еді.
Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараң қандай екенін білмеймін. Қанға бір зиянат келтіріп жүрмейін, жаманда болса үйренген өзімнің ұстараммен алайын деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді дейді. Сонан соң хан жасауылдар жіберіп бас уәзірін шақыртып алдырып, мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе деп сұрайды. Уәзір, мен бердім. Олай болса бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал деп хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір қанға қарсы екен. Соны өлтірмекші болып ұстарасын зорге суарған екен. Мұны көріп, хан шаштаразға дән риза болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады. Мұнан соң хан бұрынғыдай жаман киініп, шаһарды, базарды аралап жүреді. Күндерде бір күні базарға баяғы ақыл сатушыны тауып, ордасын алып келіп, бас уәзір етеді. Екеуі бек тату болып, күні түні бірге болып, не істесе де ақылдасып істейді. Және хан өзі бір жаққа кетсе, орнында уәзір қалып, ханның үйде бар жоғы білінбейді. Күндердің бір күні хан жаман киіммен базарға келіп, көп халықтың бір наубайшаның нанын таласып алып жатқанын көреді. Жұрт таласып алып жатқан бұл нендей нан екен деп хан азырақ нан алып жеп көрсе, дәмі дүниеде жоқ, тәтті көрінеді. Бұл нан тәтті екен. Күнде осындай нан алып жесе болады екен деген оймен хан наубайшыға: «Әй наубайшы, нанның артықша дәмді екен. Сен маған үйіңді көрсетіп қойшы, мен сенен күнде нан алып тұрайын» дейді. Наубайшы қуанып, құп болады деп ханды үйіне ертіп апарады. Үйден үйге, бөлмеден бөлмеге ертіп аралап келіп, ақырында ханды жер астынан бір үлкен үйге алып кіреді. Қарасы, ол үйдің ішінде қанша адам темір көгенделіп жатыр екен. Наубайшы бұл ханды да көргенде сен кімсің деп сұрамайды. Хан мен ханмын деп те айтпайды. Бұл наубайшы күнде көгендегі адамдардың бірін сойып, маңайына нан пісіріп базарға сатады екен. Сөйтіп хан көгенге түсіп, көріп, неше күнге шейін ордасына қайтпайды. Бұған уәзір қайран қалады. Бірақ ханның жоғалғанын халыққа жария қылмай, бұрынғыдай хан орнында әмір жарлық қылып тұра береді. Күндерде бір күнде кезек ханға келеді. Наубайшы мұны соймақшы болып жетектеп алып шығады. Сонда хан: «Әй наубайшы, сен мені сойма. Мен саған менің майыма пісірген нанды сатып алатын ақшадан артық ақша тауып берейін. Мен неше түрлі қымбат кілем тоқуды білемін» дейді. Наубайшы жарайды деп ханды бір бөлмеге қамап, дереу базарға барып, кілемге керек жабдық әкеп береді. Хан күнде бір кілем тоқып шығаратын болады. Бір күні хан бір қырмызы кілем тоқып наубайшыға: «Бұл кілемді ханға апарып сатыңыз, бірақ 1000 алтыннан киімге бермеңіз» дейді. Бұл кілемді наубайшы ханға 1000 алтынға сатады. Ертеңінде тағы бір кілем тоқып шығарады. «Мұны 2000 алтыннан киімге сатпаңыз» дейді. Айтқанындай хан бұл кілемді 2000 алтынға алады. Үшінші күні хан тағы бір кілем тоқып шығады. Кілемге неше түрлі гүл салып, ортасына не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың деп жазу түсіреді. Бұл кілемді наубайшы тағы ханға алып келеді. Хан баяғы ақыл сатушы бұл кілемді көріп және ортасындағы жазуды оқып, ішінен қанымыз табылды деп ойлайды да наубайшыға: «Бұл кілеміңе 3000 алтын берейін. Және мұнан былай кілем керек болса, сенен басқа кісіден алмаймын. Сен мына менің жасауылдарымна үйіңді көрсет, ақшаңды қайтып келіп аларсың» дейді. Наубайшы қуанып, құп тақсыр деп ханның 3 жауынгерін
үйін көрсетуге ертіп кетеді. Бұл екі арада уәзір әскерін жиып даяр болып тұрады. Біраздан соң жасауылдар, жауынгерлер мен наубайшы ақшасын алуға қайтып келеді. Уәзір жасауылдарды ертіп әскер мен наубайшының үйіне келіп, есіктерін сындырып кірсе, темір көгенде жатқан адамдарды көреді. Уәзірмен қанжыласып көріседі. Сонан соң көгендегі адамдарды босатып, наубайшының мойнына шынжыр тағып, ордаға алып келіп, дарғасып өлтіреді. Әрине, ертегінің басы жақсы сияқты, аяғы осындай оқиғамен аяқталды. Қалай деп ойлайсыздар? Ертегі жақсы ма, жақсы емес пе? Әлгі біздің мынау не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың деген мақалда айтылған нақыл сөзді өмір бойы естеріңізде сақтаңыздар. Асығу ол шайтанның ісі деген. Мен ойлаймын, сіздерге ертегі, балаларға да ертегі ұнайтын шығар деп. Бұл халық ауыз әдебиетінен алынған ертегі. Сонымен ертегіміз аяқталды. Лүпіл басуды ұмытпаңыздар, жазылыңыздар каналға. Каналымызды ары қарай дамытайық. Мәселе каналдың дамыған емес, мына біздің ішіміздегі рухани өміріміздің байығаны керек. Сөз саптап, кез келген жерде осы ертегіні айтып беруге болады. Қазір барлығымыз жаспыз, ештеңені ойламаймыз. Бірақ біздің мына кеудемізде, Абай атамыз айтпақшы, ғибрат алу керек әрбір әңгімеден, әрбір көрген уақиғадан. Енді мен ойлаймын, сіздердің ойларыңыз ары қарай дами береді ғой деп. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.